Тәуелсіздігімізді алғаннан бері Көкшетау қаласында Абылай хан, Біржан Сал, Ақан Сері, Талғат Бигелдинов, Мәлік Ғабдуллин және Еркін Әуелбеков сынды тарихи тұлғаларға ескерткіш бой көтерді. 18 ғасырдың мемлекет қайраткері, қолбасшы дипломат Абылай хан есімі бүкіл қазақстандықтарға белгілі. Ескерткіш орталық алаңда орналасқан. Біржан Сал мен Ақан Сері ескерткіштері 1991 жылы 1 тамызда ашылды. Авторлары сәулетші Қайнарбаев пен мүсінші Досмағамбетов. Тәуелсіздік стеласы 2011 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай орнатылды. Қазақ ою-өрнегінің алтынмен көмкерілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы композициясының орталығы болып табылады. Еркін Нұржанұлы Әуелбековтың ескерткіші 2021 жылы 12 қарашада Көкшетау қаласында Еркін Әуелбеков көшесі бойындағы саябақта ашылды. Авторы мүсінші Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағының мүшесі Тоқтар Ермеков. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату-тәтті болып халқымыз әрқашан, кетпесін туған жердің берекесі.